АКШ президенті Дональд Трамп сәрсенбі күні осы жылдың соңында Солтүстік Корея көшбасшысы Ким Чен Инмен кездесетінін мәлімдеді. Сонымен қатар Трамп Солтүстік Кореяның ядролық қару мүмкіндіктеріне ерекше нақты баға беріп, оларда 57 ядролық қару бар екенін айтты. I get along with him. And you know what? The fact that I get along with him, that's a good thing, not a bad thing. He has 57 very powerful nuclear weapons. Should have never allowed it to happen. They should have never allowed it. If I were president, I wouldn't have allowed it. But he's got them. Трамп Киммен өтетін кездесу туралы басқа мәлімет бермеді. Бұл олардың Трамптың бірінші президенттік мерзімнен бергі алғашқы жүздесуі болмақ. Бұл мәлімдеме Трамп АКШ пен Оңтүстік Кореяның бірлескен әскери жаттығуларын азайтқаннан кейін жасалды. Ол бұл жаттығуларды Пхеньянға жасалған орынсыз әрі жаулық әрекет деп атаған еді. Сондай-ақ ол өзінің президенттігі кезінде Солтүстік Корея ешқандай қауіп төндірмегенін және құрмет көрсеткенін айтты. Дегенмен бұл уақыт аралығында ол ел бірқатар зымыран сынақтарын өткізген еді.